Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз Қобыланды батыр жыры алғашқы сын. Оқу мақсаты: әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттай алады. Бағалау критерийлері: шығарманың мазмұнымен танысады, жанрын, тақырыбы мен идеясын анықтайды, жырдың композициялық құрылымына талдайды. Оқушылар, бүгінгі біздің Қобыланды батыр жырымен жақынырақ таныс болайық. Қобыланды батыр жырының бізге 29 түп нұсқасы жеткен. Оның 26 нұсқасы Қобыланды батырдың ерлігі жайында, ал 3 нұсқасы Қобыландының балалары Бөкенбай мен Киікбай батырларына арналған. Қай нұсқа болмасын, алғаш хатқа түсіріп, оны жырлаған ақын жыраулардың аттарымен аталған. Мысалға, Марабай, Мергенбай, Біржан деген сияқты. Ал тарихи жазбаларға қарағанда, Қобыланды батыр 15 ғасырда өмір сүрген. Әбілқайыр ханның немересі Жошы ханның қолбасшысы болған. Халқының азаттығы үшін аянбай күресіп өткен делінген. Қобыланды батыр халық ауыз әдебиетіндегі батырлар жырының бірі. Ата-анасының зарығып жүріп көрген жалғыз баласы Қобыланды бойынан жастайынан ерте батырға тән қасиеттерді жиып өседі. Ер азаматқа лайық ісімен шартты орындап, Көктім Айма ханның жалғыз қызы Құртқаны ұзатып алуынан басталған жыр оқиғасы Қобыланды батырдың ерлік, батырлық, намысшылдық іс-әрекеттерімен жалғаса береді. Бұл жыр Қобыландының барлық жауларын жеңіп, ел жұртын, ата-анасын молшылыққа кеңелтумен аяқталады. Олай болса, оқушылар, Қобыланды батыр жырын қазір барлығымыз бірге тыңдайық. Бұл жерде Қобыланды батыр жыры туралы қысқаша мазмұны берілген. Мұқият тыңдап шығайық. Қобыланды батыр қазақ халқының қаһармандық жыры. Жырдың негізгі мазмұны басқыншылардан елді азат етіп, отанын, елі мен жерін сыртқы жаудан қорғау. Жыр бір перзентке зар болған, байлығының есебі жоқ Тоқтарбай мен қайғыдан қабырғасы қайысқан бәйбішенің тілектерінің қабыл болуынан басталады. Сабыр түбі сары алтын демекші, Құдайым осы қос мұңлыққа бір ұл, бір қыз береді. Арыстандай айбатты ұлдың есімін Қобыланды, айдай сұлу қыздың есімін Қарлығаш деп қояды. 6 жасқа келгенде Қобыланды тобылғы меңді торатқа отырып, әкесінің атқосшысы Естемес атты ерге келеді. Күн ұясына бата бастаған уақытта Қобыланды бір шу естиді. Естеместен оның анық-қанығын білген соң, Көктім Айма ханының ай жүзді қызы Құртқа сұлуды жар етіп алмаққа аттанады. Теңгені атып алған жігітті көрген Құртқа сұлу шашу шашып қасына келеді. Айтқан сертінен қайта алмаған хан Қобыландыға қызым береді. Бұны естіген сұлудан дәмелі алып қызыл ер, Қобыланды бірінші менімен күресіп жеңсе алар дейді. Бұл хабар Қобыландыға да жетеді. Артында жау қалдырмауды мақсат еткен батыр алып қызыл ермен күреспекке бел буады. Жас баланы менсінбеген қызыл ер төсекте жатып аяғыммен күрес деп бір аяғын созады. Қобыланды 60 құлаш алар қанға аяғын іліп торатпен сүйрей жөнеледі. Осылайша қызыл ерді жеңіп, Құртқа сұлуды алып келе жатқанда ақылды арудың бір биеге көзі түседі. Өгала биенің жерге құлағаны сол еді, құлын тұншығып қалар деп, биенің қарнын жарып, құлынды қолға алады. Құртқа сұлу құлынның аяғын жерге тигізбей өзі бағады. Қызылбастың елінен Қазан деген ер шығып, ол Ноғайлының Сырлы және Қырлы деген 2 қаласын жаулап алады. Мұны естіген Сейілдің ұлы Қараман Қобыландыға сол қалаларды алуға ертіп кетуге келгенін айтады. Қобыланды өзінің барар-бармасын Құртқа сұлудан сұратқанда, буырлаттың әлі 40 күндік кемдігі бар екенін және бұл жорыққа бармай-ақ қоюын сұрайды. Әйелден ақыл сұрасақ, еркек болып нетеміз деген сөзі сүйегінен өткен батыр, буырлатты ерттеп мініп, Сырлы қала мен Қырлы қаланы жалғыз өзі жаудан азат етеді.
Жауға қылышы тимеген Қараман енді Көбікті ханға аттанайық деген ой салады. Өз күштеріне қатты сенген қос батыр Алланы аузына алмай аттанғаннан істері сәтсіз болып, екеуі қолға түседі. Алайда қарлығадай бойжеткеннің арқасында ойлары іске асады. Еліне келе жатқан қос батырдың елі мен жерін жау шапқаны туралы қаралы хабар естіледі. Бұл хабарды естіген қос батыр Қарлыға сұлу мен сол жерден Орақ есімді батырды ертіп, төртеуі Алшағыр ханнан кегін алады. Қалмақтың барлық мал-мүлкін халқына теңдей бөліп береді. Халқы батырына риза болады. Қобыланды батыр жыр туралы тыңдап болсақ, әрі қарай тапсырмамызға көшейік. Бірінші тапсырма жырдың тақырыбы мен идеясын ашу. Яғни мына берілген кестені толтыру қажет болады. Бірінші шарты жырдың аты, тақырыбы, идеясын мақалмен түйіндеп, соныңда жырдың тәрбиелік мәнін ашу керек болады. Дескриптор жырдың тақырыбы мен идеясын табады, мақалмен түйіндейді, тәрбиелік мәнін ашады. Екінші тапсырма қорытынды шешуші тапсырма. Осы жырға байланысты дәптерлеріне ер елі үшін туады деген тақырыпта сыни шолу жаз. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.